Сәлеметсіздер ме, құрметті трейдерлер. Бүгін біз 2026 жылдың 20 және 27 мамыры аралығындағы әлемдік экономика мен қаржы нарығындағы негізгі оқиғалардың қорытындысын шығаратын боламыз. Бұл апта соңғы айлардағы ең қарқынды апталардың біріне айналды. Инвесторлар болса бір уақытта ақш федералдық резервтік жүйесіндегі кадрлық өзгерістерді, таяу шығыста болып жатқан шиеленісті, мұнай бағасының құбылуын, валюталық динамиканы және жалпы жаһандық экономиканың баяулауына қатысты ақпараттарды, сигналдарды бақылауында ұстап отырды. Жалпы айтқанда осы аптаның басты ерекшелігі нарықтағы жүйке күйінің күрт өзгеруі болды. Құбылмалық валюталардан бастап облигациялар, мұнай, алтын және технологиялық акцияларға дейін барлық дерлік актив кластарына өсті. Аптаның басты тақырыбының бірі ол әрине де ақш федералдық резервтің жүйесіне қатысты оқиғалардан бастайтын боламыз. 22 мамыр күні Кевин Уорш ресми түрде ФРЖ-ның жаңа төрағасы қызметіне кірісті. Бұл оқиға әлемдік нарықтағы ең көп жалпы талқылаған жаңалықтардың біріне айналды. Инвесторлар оның алғашқы мәлімдемелерін өте мұқият талдап, жаңа басшылықтың саясаты қаншалықты қатаң болатынын түсінуге тырысты. Ант қабылдау рәсімі кезінде Уорштың ФРЖ-ның басымдылығы инфляциямен қарас және доллар әлемдік резервтік валюта ретінде сенімділігін сақтау екенін мәлімдеді. Нарық бұл мәлімдемелерді жеткілікті қатаң, яғни хоукиш сигналы ретінде қабылдап, нәтижесінде доллар мен америкалық облигациялар кірістілігі бірден өсіп кетті. Менің ойымша дәл қазір осы оқиға аптарының негізгі драйверлерінің біріне айналды. Инвесторлар ақштағы мөлшерлемелердің тез төмендеуіне қатысты күтулерден біртіндеп бас тарта бастады. Сонымен қатар ФРЖ-ның өкілдерінің пікірлері де айтарлықтай әсер етті. Реттеушінің бірнеше шенеунігі инфляцияда әлі де тым жоғары болып отырғанын және пайыздық мөлшерлемелерді нарық күткеннен ұзақ уақыт жоғары деңгейде ұстап тұру қажет болуы мүмкін екенін мәлімдеді. Осы оқиғалар аясында ақштың 10 жылдық мемлекеттік облигацияларының кірістілігі қайтадан жоғары деңгейге көтерілді, ал доллар индексі аптаның көп бөлігінде жергілікті максимумдар маңында сақталды. Енді әрмен қарай геосаясат туралы да сөйлесейік, достар. Апта бойы инвесторлар таяу шығыстағы жағдайды мұқият бақылап отырды. Нарықтар Ормуз бұғасы арқылы мұнай жеткізілімдері бұзылу қаупіне қатысты кез келген жаңалыққа өте жүйкелі реакция берді. Бұл әсіресе мұнай нарығына қатты әсер етті. Кейбір күндері WTI мұнайы әлемдік ұсыныстың қысқаруы мүмкін деген қорқыныш аясында күрт өсті, ал кейін дипломатиялық келіссөздерге ілгерілеу болуы мүмкін деген жаңалықтардан кейін тез түзелді. Менің ойымша дәл осы аптада мұнай геосаяси тәуекелдің басты индикаторына айналды. Шиеленістің күшеюі қаупі неғұрлым жоғарылаған сайын энергия ресурстарының бағасы мен қорғаныс активтерінің сұранысы жалпы соғұрлым тез өсті. Әрмен қарай енді біз әдеттегідей талқылайтын тақырып ол әрине де валюталар нарығы. Еуро және доллар жұбы апта бойы айтарлықтай қысым астында болды. Негізгі себеп еуропалық экономикалық әлсіздік және Еуропалық орталық банктың барған сайын сақ риторикасы. Апта ішінде Германияның өнеркәсіп секторына қатысты да әлсіз деректер жарияланды. Өндірістік белсенділік төмен деңгейде қалып отыр. Экспорт сұраныс төмендеуі жалғасуда, ал неміс бизнесі ұзақ мерзімді стагнация қаупі туралы барған сайын жиі айта бастады. Еуроға қосымша қысым ЕОБ федералдық резервтік жүйесінен бұрын жұмсарту саясатын талқылауы мүмкін деген күтулерде туындады. Сонымен қатар нарық еуропалық банктердің тәсілдеріне айырмашылық көбірек назар аудара бастады. Егер ФРЖ барған сайын қатаң болып келсе, ЕОБ керісінше экономикаға шамадан тыс қысым жасаудан сақтануға тырысуда. Нәтижесінде еуро аптаның көп бөлігінде долларға қарсы қысым астында қалды. Әрмен қарай біз талқылайтын тақырып ол әрине де Ұлыбританиялық фунт және доллар жұбы аралас динамика көрсетті. Бір жағынан Ұлыбританиядағы жоғары инфляция Англия банкінің мөлшерлемелерді ұзақ уақыт жоғары деңгейде ұстап тұруда
ұстап тұрады деген күтулерді қолдауды жалғастырды. Алайда сонымен бірге Британ экономикасының жағдайына қатысты алаңдаушылық күшейе түсті. Апта ішінде тұтынушылық белсенділік пен бөлшек сауда бойынша әлсіз деректер жарияланды. Сонымен қатар Ұлы Британиядағы жылжымайтын мүлік нарығы жоғары ипотекалық мөлшерлемелердің қысымының сезінуі жалғастыруда. Сарапшылардың көбі стагфляция тәуекелі туралы, яғни экономика баяулап, инфляция жоғары болып қалатын жағдай туралы айта бастады. Менің ойымша фунт қазір екі қарама-қарсы фактордың арасында қалып отыр: валютаны қолдайтын жоғары мөлшерлемелер және экономиканың баяулау қаупі. Әрмен қарай біз талқылайтын жағдай ол әрине де жапониялық иена. Доллар иена жұбы осы аптаның ең құбылмалы валюталардың жұптарының бірі болды. Жұп қайтадан 160 деген деңгейге жақындап, Жапон билігінің жаңа интервенциялары болуы мүмкін деген әңгімелерді күшейтті. Жапония қаржы министрлігі валюта нарығындағы шамадан тыс алып сатарлық қозғалыстар туралы бірнеше рет қатаң мәлімдеме жасады. Алайда фундаменталды тұрғыдан иена үшін жағдай әлде күрделі болып қалуда. ақш пен Жапония арасындағы мөлшерлемелер айырмашылығы әлі де өте үлкен, ал Жапония банкі өте сақ саясатты сақтап жатыр дәл осы апта барысында. Нарық Жапон билігі үшін иенаның әлсіреуі агрессивті шараларсыз ұстап тұру барған сайын қиындап бара жатқанын түсіне бастады. Әрмен қарай біз тағы да талқылайтын өте маңызды тақырып ол әрине де канадалық доллар. Оның енді америкалық доллармен жұбы осы аптада негізінен мұнай динамикасына тәуелді болды. Энергия ресурстарының жоғары бағасы канадалық валютаны қолдады, алайда күшті ақш доллары канадалық доллардың нығаюының әлеуетін шектеді. Канадалық долларға қосымша қысымды Канада банкі өкілдерінің пікірлері де көрсетті. Олар жоғары мөлшерлемелер ішкі сұраныс пен тұрғын үй нарығын барған сайын қатты салқындатып жатқанын мойындады, және нарық Канада экономикасының қымбат несиелерінің ұзақ кезеңіне қаншалықты осал екенін әлі толық бағалап отырған жоқ. Әрмен қарай біз талқылайтын тағы да бір өте маңызды тақырып ол әрине де WTI мұнайы. Мұнай нарығы апта бойы жаһандық нарықтар үшін ең құбылмалықтың басты көзі болып қалды, және таяу шығыста қатысты іс жүзінде әрбір мәлімдеме мұнай бағасына бірден әсер етті. Бағаларға қосымша қолдауды өндіріс шектеуліктерін сақтап отырған OPEC+ саясаты көрсеткенде айта кету қажет, алайда сонымен бірге әлемдік сұранысқа қатысты алаңдаушылық күшейе түсті, достар. Жоғары пайыздық мөлшерлемелер мен Еуропа мен Азия экономикалық белсенділігінің баяулауы мұнай тұтынуын төмендету қаупін жалпы арттыруда. Және қазір мұнай нарығы өте күшті екі фактордың арасында қалуда: ұсыныс тапшылығының қорқуы және сұранысқа қатысты экономикалық алаңдаушылық. Әрмен қарай біз талқылайтын тақырып ол әрине де алтынның бағасы екенін айта кетейік. Алтын осы аптада өте тұрақсыз динамика көрсетуде. Бір жағынан күшті доллар мен америкалық облигациялар кірістілігінің өсуі металлға қысым көрсетті, алайда сонымен қатар геосаяси белгісіздік пен әлем экономикасының жағдайына қатысты қорқыныш жалпы қорғаныс активтеріне сұранысты жоғары деңгейде сақтап қалды. Әсіресе көптеген елдердің орталық банктері алтын резервтерін белсенді түрде арттыруды жалғастырып жатқаны өте маңызды ақпараттың бірі екені бізге мәлім, және менің ойымша алтын жаһандық тұрақсыздық жағдайында біртіндеп стратегиялық қорғаныс актив мәртебесін қайтара бастады. Әрмен қарай біз тоқталатын соңғы тақырып ол әрине де жалпы қор нарықтарында болып жатқан қысқаша жағдай. Америкалық қор индекстері аптаның көп бөлігінде технологиялық сектор мен жасанды интеллектпен байланысты компаниялардың арқасында тұрақтылық көрсетті. Алайда нарық ішінде шиеленіс біртіндеп күшейе бастады. Сарапшылардың көбі технологиялық акциялардың шамадан тыс қызып кету қаупі туралы ескерте бастағанында айта кетейік. Сонымен қатар облигациялар кірістілігінің жоғары болуы қор нарығына барған сайын күшті бәсекелестік туғызуда. Менің ойымша акциялар нарығы қазір өте сезімтал кезеңде тұр. Мұнда кез келген маңызды негативті жаңалықтар түзетудің күрт күшеюіне себеп болуы мүмкін. Және аптаның жалпы қорытындысын жасасақ, басты нәтиже мынандай болды: әлемдік қаржы нарықтағы жоғары мөлшерлемелердің ұзақ кезеңі мен жаһандық экономиканың баяулау сценарийіне барған сайын көбірек дайындала бастауда. Доллар ФРЖ-ның қатаң позициясының арқасында күшті болып қалуда. Еуро мен иена құрылымдық
проблемалардың қысымында тұр. Мұнай геосаяси тәуекелдердің басты индикаторы болып қала беруде, ал алтын қорғаныс активі ретінде инвесторлардың қызығушылығын біртіндеп қайтара бастады. Сондықтан алдағы апта бізге қандай жаңалықтарды алып келетінін бізге бірге мұқият тамашалайтын боламыз, достар. Ал осымен бүгінгі кішігірім аптаға деген шолу аяқталды, және бізбен бірге болғаныңыз үшін мыңда бір рахмет айтамыз, достар. Егер жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің Telegram және Instagram парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар, және әрине де YouTube-қа жазылып хабарламаларды қосуды да ұмытпаңыздар, достар. Сіздер үшін дәл осы шолуды жүргізген мен Алишер Утамбаев. Келесі кездескенше